Студиямызға келген қонағымыз Жарқын болашақ бағдарламасының кураторы Шолпан Иманқұлова ханыммен өрбітсек. Қайырлы кеш, Шолпан ханым. Қош келдіңіз студиямызға. Енді осы сюжетті көріп шықтық қой. Жарқын болашақ бағдарламасының жалпы мақсаты қандай? Оған қалай қатысуға болады, осы туралы айтсаңыз? Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Жарқын болашақ гранттық білім беру бағдарламасы 2022 оқу жылынан бері іске асырылып келеді. Бірінші оқу жылы 227 бала, екінші оқу жылы 449 бала, былтырғы оқу жылы 600 бала осы бағдарлама бойынша білім алып жатыр. Қазмұнайгаз бұл бағдарламасы негізінен Жаңаөзен қаласының тұрғындарына және Маңғыстау облысының аудандарына арналған. Бағдарлама 12-22 жас арасындағы жас жеткіншектерді қамтиды. Және еліміздің ең үздік білім ордаларында және элиталық мектеп-интернаттарында білім алуға болады. Жалпы Қазмұнайгаздың тапсырмасы бойынша бұл бағдарламаны Білім Foundation қоры үйлестіреді. Ол туралы ақпаратты Жарқын болашақ KZ сайтынан және Инстаграмнан алуға болады. Жақсы. Енді осы жоба 2022 жылы басталған екен, жаңа айттыңыз ғой, содан бері қанша бала білім алды? Осы жоба алдағы жылдарда қайталана ма? Бірінші жыл 227, екінші жыл 449, былтыр 600 бала қабылданды. Жалпы қазіргі уақытта Маңғыстау облысының 1247 жеткіншегі осы бағдарламамен қамтылды. Және әрине Қазмұнайгаз әлеуметтік жауапты компания ретінде бұл жобаны алдағы жылдарда жалғастырады. Және былтырғы алдыңғы жылғы қабылданған түлектер колледжді бітіріп болғанша осы жыл сайын осы бағдарламаның аясында білімдерін жалғастырады. Және бұл бағдарламада жеткіншектерге 5 бағытта ұлттық компания қолдау көрсетеді. Біріншісі оқу ақысын төлейді. Ол жаңағы еліміздің ең үздік колледждерінде, жаңағы Айқанат, Бурабай, Хайтскул, Визмат мектептері және көптеген білім ордалары бар. Және екінші олардың жатақханаларын төлейді. Олардың тамақтанулары бойынша сол оқу орындарымен келісімшартқа отырып төлейді. Және жол сол Маңғыстаудан Жаңаөзеннен оқып жатқан қаласына дейінгі қатынайтын жол шығындарында қайтарады. Және колледжде оқитын студенттерге жоғарылатылған шәкіртақылар төлеп отыр. Енді осы шараларға, қолдау шараларына кімдер қол жеткізе алады, осыны айта кетіңізші? Қол жеткізетін негізінен Маңғыстау облысының, мысал үшін, қарапайым мұнайшылардың балалары, сонымен бірге сол өңірдегі жұмыс істейтін адамдардың балалары және әлеуметтік аз қамтылған топтардың балалары тартылады. Негізінен жоба тек Жаңаөзен қаласына және Маңғыстау облысына бағытталған. Неге? Өйткені Қазмұнайгаз өз кәсіпорындары орналасқан өңірлерде жүйелі түрде әлеуметтік қолдау көрсетеді. Осының негізінде осы бағдарлама жас жеткіншектерге жан-жақты сапалы терең білім беру үшін және оларды тұлғалық қалыптастыру үшін және кәсіптік бағдарды кеңейту мақсатында іске асырып отыр. Енді жаңа айттыңыз ғой, 166 жас деп, оқуын аяқтаған маман атанды. Олардың жұмысқа орналасу жағы қалай болады? Биылғы жылы бағдарлама бойынша 166 бала бітірейін деп отыр. Олардың ішінде, мысал үшін, 88-і колледж бітіріп отыр, 36-сы мамандандырылған мектептерді және 42-сі Айқанат, Хайтскул, Бурабай мектебін бітірейін деп отыр. Және олардың түгелдей дерлік деп айтуға болады, 109-ы оқуларын жалғастыруды жоспарлап отыр. 21 түлек осы оқып және жұмыс істейміз деп айтып отыр. Қалған 27-сі өз мамандығы бойынша оқуын жалғастырады. Және 9 бала әскер қатарына шақырылады. Және қалай қатысады дедіңіз ғой да? Жаңағы Жарқын болашақ деген сайт пен Инстаграм бар. Ақпарат бере кетіңіз. Жарқын болашақ KZ деген сайттан, болмаса Инстаграмнан Жарқын болашақ.kz
ол жағы үйлестірушінің мәліметтері, сол жаққа хабарлассаңыздар болады, инстаграмға жазса болады. Үйлестірушілер кері байланысқа шығып, өздерінің жауаптарын береді. Қазір тамыздың басында келесі жылға қабылдау басталады. Жарайды, керемет. Енді жастарға мүмкіндік беру, ол ел болашағына жол ашу ғой. Жастарымызға тек жарқын болашақ тілейміз. Сізге көп рахмет, студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге. Естеріңізге салайын, бізбен тікелей байланыста жаңа болған жарқын болашақ бағдарламасының кураторы Шолпан Иманқұлова болатын. Көп рахмет, біз жалғастырайық.